Кудылар, как правило, они с первых дней нормально общаются, созваниваются, а наши как будто чужие. Может, ты поговоришь со своей мамой, а? Ага, значит, мы во всем виноваты, да? Мы до сих пор не видели, где они живут. Они же как кочевники. Туда-сюда, туда-сюда. Сонда бізді кочевник құда деді ме? Мен неше рет айттым, олар біздің теңіміз емес деп. Квартира іздейтін сайтында. Жо, тағы да көшеміз бе не? Көшеміз. Bir ay тұрамыз, құдаларға есік көрсетеміз. Сіздің сыбағаңыз әумин. Бәрі жақсы болсын. Әумин. Аумин. Здрасте. Здравствуйте, Елизавета. Где деньги? Проходите. Біз бүгін бір күн қонамыз, ертең квартира тауып кетеміз. Наш дом – это… Наш дом. Той! Сразу айтқан квартираға мен бармаймын. Красавчик. Шешең қайда? Осында тұра тұрсақ, құдаларға бір ауыз айтып көресің бе? Да, мам, конечно, айтып көре ғой. Өзі бір түрлі көзін бұтта. Үй қайда? Главное, чтобы он к нашему дому не привык. Жоқ, керек емес сапай. Сіздің үйде құдағи бірінші атама сияқты. С ума сошли, что ли? Вот я тоже не понимаю ваш құду. Поплаваем в бассейне? Давай. Мыналарың қуады екен ғой. Қалай? Шыққыда.